Саламатсыздар ма балалар? Кезекті сабағымызды бастайық. Бүгін сіздердің назарларыңызда мамандығым мақтаным тақырыбындағы сабақ. Мамандық менің ойымша, маман ол өз ісін жанымен, бүкіл болмысымен таңдаған жол. Адам баласының алға қойған мақсаттарының ең маңыздысы, мәндісі оның мамандығы, яғни дәлірек айтсақ кәсібі. Бүгінгі сабақ электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары мамандарына арналған. Сіздермен Рымтай Тілеуқабыловна. Осы орайда әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фарабидің мына бір нақыл сөздеріне назар аударып көрейікші. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз, дейді ұлы ұстазымыз. Сондықтан әрқайсың таңдаған кәсіптерінің шебері болыңдар. Сабағымыздың мақсатына, міндеттеріне зер салсақ. Мамандық құндылығы туралы түсініктерді кеңейту. Мамандық таңдау, оның нәтижесіндегі еңбек қуанышы туралы ұғым беру. Міндетіміз мамандық таңдаудың негізгі шарттарын таныту. Мамандық таңдауда оң шешім қабылдауға. Яғни, өздеріңіз еңбек еткен қуанышты сезінуге, бойыңдағы қасиетіңді тануға жетелеу, еңбек қорлыққа, еңбекті қадірлей білуге, табысты болуға тәрбиелеу. Осы жерде сіздердің түйсіктеріңізде мамандық дегеніміз не деген ой туады? Берілген сұрақтарға жауап беру төңірегінде негізгі ойды қалыптастырып, мамандық анықтамасын шығарып алуға болады. Яғни, мамандық дегеніміз адамның белгілі бір қызмет атқаруына мүмкіндік беретін материалдық, не рухани өндірісті алған білімі мен өмірлік дағдысының жиынтығы. Бұл жерде маманның өзі немене деген сұраққа жауап беру. Яғни, адами қасиеттерді қалай пайымдаймыз? Яғни, оны біз 3 түрлі қасиет бойынша пайымдауға болады. Бірінші, қызығушылық, екінші, бейімділік, үшінші, қабілет. Қызығушылық қалай пайда болады? Қызығушылық сол мамандықты ұнатудан туады. Яғни, ата-ана мамандығына еліктеу, өмірге деген көзқарасты қалыптастыру. Ал бейімділік. Бейімділік ұғымын қалай түсінеміз? Ата-ана жолын қуу, белгілі бір мамандыққа, кәсіпке икемділікті арттыру, мамандықты игеруге құштарлық таныту. Қабілет. Қабілет деген не? Ол адамның туа біткен талант, өзіндік ізденіс, үйренуге талпыну. Міне осы 3 қасиетті бойларыңызға қалыптастырғанда, мамандық деген ұғымды терең түсінуге жол ашылады. Міне балалар, мамандық таңдау әрқайсының жүрек қалауларынан туған іс-әрекет екеніне көз жүгіртіп, ой түйін жасадыңыздар. Олай болса, суретте берілген кәсіп иелерін саралап, сабағымыздың тақырыбы мен мақсатын айқындайтын тапсырмаларды орындайсыздар. Өз пікірлеріңізбен бөлісесіздер. Қазіргі заманғы кәсіби білімі бар маманға қойылатын талапты да ескеріп, естен шығармағандарыңыз орынды. Қабілетті болуға тырысыңыздар. Қазіргі заманғы кәсіби білімі бар маманға қандай талаптар қойылады? Біріншіден, компьютерді білу керек. Екіншіден, заман ағымына орай бірнеше тілді меңгеруіміз керек. Адамдармен қарым-қатынас жасай білуіміз керек. Өз қызметімізді өткізе білуіміз керек. Тез шешім қабылдап, бастамашылық жасауымыз керек. Үнемі білім алуға, қайта оқуға бейімділікті қалыптастырып отыру керек. Осы орайда енді үй жұмысына назар аударыңыздар. Мамандығым мақтанышым тақырыбына эссе жазып, өз пікірлеріңізді білдіресіздер. Бүгінгі таңда әрқайсыңыздың алдарыңызда үлкен жол жатыр. Біз таңдаған жолдар сендерді үлкен өмір жолына бастаса,
өздерің таңдаған ақ жол сендердің болашақтарыңды жарқын және қуанышқа толтырады. Олай болса балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар аударып дерс алғандарыңа көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.